Соңғы кездері видеоның барлығын дерлік субтитрмен көретімізді байқадыңыздар ма? Әсіресе TikTok видеолары мен Instagram рилстарының бәрі жазулармен сүйемелденіп тұрады. Бұл тіпті видеода айтылып жатқан ақпараттың аудармасы да емес, дәл сол ақпараттың жазбаша түрі. Біз осы субтитрлерге үйреніп алып, кино мен сериалдарды енді құлағымызбен естіп түсінбейтін болдық па? Әлде мәселе басқа нәрседе ме? Субтитрлер біз білмейтін тілдегі қандай да бір видеоны, кино, сериал, әзіл видеолар соларды көріп түсінуге мүмкіндік береді. Осы жағынан субтитрлер расында да пайдалы зат. Бірақ тілдік кедергі болмаса да, біз видеоларды субтитрлерді қосып қойып қарайтын болдық. Неге? Себебі кинодағы кейіпкерлердің айтқан сөздерін нақты естімейтін болдық. Жоқ, біздің есту қабілетіміз нашарланған жоқ. Бұның себебі сірә техникада болуы керек. Біріншіден, микрофондар. Микрофондар кино индустриясында алғаш пайда болғанда қазіргідей кішкентай болмайтын. Үлкен болатын және түсірілім кезінде оларды декорациялар арасында жасырып қоюға тырысқан. There's a microphone right there in the bush. Yeah. You have to talk into it. Микрофондар актерлерден алыстау тұрғандықтан, актерлер өз сөздерін қаттырақ әрі нақты айтуға тырысқан. Ал қазіргі микрофондар мүлдем басқа. Олар кішкентай әрі сымсыз, түсірілім барысында кедергі жасамайды. Сондай-ақ актерлердің киіміне іліп қоятын өте шағын микрофондар бар. Бұл актерлерді енді сөздерінің дұрыс естіліп жазылуына алаңдатқызбайды. Сол себепті актерлер тыныш, жай сөйлеп, микрофон оның әр айтқан сөзін іліп алады деп сенеді. Алайда кейде оның сөздері дұрыс естілмей қалады. Әрине, түсірілім кезінде бірнеше микрофон қолданылса да, кейде дыбыс дұрыс жазылмай қалады. Бұндай кезде актерлер студияға келіп, керек сөздерін қайта жаза алады. Бұны ADR, Automated Dialogue Replacement, яғни диалогты автоматты түрде ауыстыру деп атайды. Бірақ ол қосымша қаражатты талап етеді. Актердің, инженер мен редактордың қосымша жұмыс уақыты үшін төлеу керек. Сондықтан артық шығын болмас үшін ADR-ға көп жүгінбейді. Кино көріп жатқанда бір жарылыстың қатты дауысын естіп, одан кейін дауысы жай ғана естілетін диалог болып, онда не дегенін анық түсінбей қалатын кездер болады ғой. Сол кезде осы бірдеңе айтып жатқанда неге дауысын қаттырақ шығаруға болмайды деп шамалы ыза болып қаламыз. Бірақ бұның да себебі бар екен. Жарылыстың бізге қатты естіліп, ал диалогтың әрең естілуі динамикалық диапазонды сақтау үшін жасалады. Егер диалог дыбысы жарылыстың дыбысымен шамалас қатты болса, көрермен жарылыс болғандай әсерді сезбей қалады. Жарылыс масштабын сезіне алу үшін көрерменге дыбыс контрасты керек. Киноның дауысы дұрыс естілмейтін тағы бір техникалық себебі бар. Біз теледидар, ноутбук, телефон арқылы фильм көргенде кино дыбысы нашар шығады. Мұның себебі үлкен экранды фильмдердің дыбыс сапасы біздің гаджеттерге арналмаған. Қазір фильмдерді кинотеатрларда көрсету үшін оның дыбысын Dolby Atmos форматына келтіреді. Dolby Atmos 128 каналдарға дейін нағыз 3D дыбысын сезінуге мүмкіндік береді. Бірақ сіз кинотеатрда емес, басқа жерде кино көрсеңіз, соншама каналдардың әсерін сезіне алмассыз. Сондықтан сіз теледидардан киноны көргенде дыбыс үйлесімді, таза естілу үшін біреу осы кино дыбысының басқа нұсқасын дайындайды. Бұл ағылшынша down mixing деп аталады. Down mixing дегеніміз дыбыстың ең үлкен форматын дыбыстық каналдары аздау болып келетін төмен форматтарға келтіру. Мысалға Atmos форматын 7-де 1-ге, одан кейін 5-тен 1-ге, ал одан кейін стереоға не одан төмен моноға дейін келтіреді. Біздің теледидар үшін моно немесе стерео форматы қолданылады. Бұрынғы теледидарлар үлкен болып, динамиктер үшін жеткілікті орын болатын. Сол себепті дауысы да жақсы шығатын. Ал қазіргілер болса, өте тегіс және олар үшін өте кішкентай динамиктер керек. Бұған қоса, динамиктері әдетте теледидардың артқы панелінде орналасады. Сондықтан теледидардан шыққан дыбыс бізге нашар естіледі. Осы себептерден дыбыс сапасы нашар болғандықтан, бізге субтитрлерге жүгінудің басқа амал қалмайды. Бұған қоса, субтитрлер біртіндеп әдетке айналып бара жатыр. Түрлі блогерлер әлеуметтік желіге салатын видеолары да субтитрлермен жасайтын болды. Оларды көргенде, біз видеоның мазмұнына емес, сол видеомен қатар жүретін жазуларына көбірек мән беріп қарайтын болдық. Бұл әдет келешекте біздің видео контентті қабылдауымызға және оның құрылуына қалай әсер етеді екен? Бірге бақылап көрейік.